Барлығына сәлем, сіздермен бірге BNKZ арнасы. Бағдаршамның түсі не себепті? Қызыл, сары, жасыл, неге басқа түс емес? Ұшақтардың көбісінің түсі неге ақ? Бүгінгі видеода дәл сол сияқты қызықты сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Ендеше видеоны бастаймыз. Картошка фридің бір және бірегей ингредиенті соус. Фриді онсыз жейтіндер сирек кездеседі десек адаспаспыз. Сонда да бір таңғаларлығы, фри құсшасының ерекше құрылысын көпшілік біле бермейді. Тіпті жоқтың қасы болса керек. Құтының артқы бөлігі алдыңғы бөлігінен шамалы үлкендеу. Оны артқа қарай еп, соус сияқты тұздықтарға тостақ ретінде қолдануға болады. Әрі ыңғайлы, әрі тиімді. Гауһар тастары өте әдемі, жылтыр және өте қымбат, бірақ олар табиғи кезде мүлдем басқаша көрінеді. Бастапқыдан нағыз гауһар тастар өте әдемі көрінбейді. Олар бірлікте емес және өте мөлдір емес. Тек арнайы өндіруден кейін гауһар тастарға айналады. Негізгі сұрақтардың бірі: Coca-Cola ішетіндердің көпшілігі қояды. Сусынның дәмі пакетіне байланысты әртүрлі ма? Көптеген адамдар, мысалы, шыны бөтелкелі кола алюминий банкіге қарағанда дәмді, ал банкада пластикалық бөтелкеге қарағанда дәмді екеніне сенімді. Дұрыс жауап: дәмі әртүрлі. Бірақ әртүрлі пакеттерде әртүрлі сусындар болғандықтан емес. Шын мәнінде сол рецепт бойынша дайындалған сода барлық тарауға қойылады. Алайда адамның миы әлде қайда күрделі. Сусынның соңғы дәмі мен қабылдауына біздің қолымызда сезінетін нәрсе әсер етеді. Шыны жағымды материал, алюминийге қарағанда плюс әйнекте сусын суық температураны ұзақ сақтайды. Сондықтан көптеген адамдар әйнекті дәмді деген әсер қалдырады. Дегенмен коланың барлығы бірдей. Егер сіз супермаркеттен апельсин немесе мандариннің толық пакетін сатып алғыңыз келсе, онда олар қызыл торда сатылуы мүмкін. Бірақ неге қызыл? Бұл супермаркеттің құлықтарының бірі. Бұл үлкен айырмашылықты тудырады. Біз таңдау жасаған кезде қызыл торда апельсин одан да ашық қызыл сары болып көрінеді және нәтижесінде тәбетті болады. Алюминді Coca-Cola банкілерінің астындағы кішігірім түсті бояуға көзіңіз түскен болар. Назар аударатындай дүние емес сияқты, бәлкім өндіріс кезінде қалдықтан қалған із болар. Ал шындығында мұның өз мәнісі бар. Байқасаңыз бояулар әртүрлі түсте және әртүрлі формада. Елестетіңіз, үлкен өндіріс орнында әр күні мыңдаған банкі Coca-Cola өндіріледі. Сәйкесінше санаттар да өте көп. Санаттардың қайсысы дұрыс жасамай жатқан болса, мысалы, сериялық нөмір қате жапсырылса, жапсырма дұрыс орналастырылмаса, оны көптің ішінен табу өте қиынға соғады. Сондықтан әр санаттың жеке белгісі бар. Банкіда орынсыздық байқалса, сол астындағы белгі көмегімен қажетті санатты таба қояды. Бұл тәсіл тек Coca-Cola ғана тиесілі емес. Кез келген алюминді банкалар өнімдер фабрикасында осындай қолданыс бар. Тәтті сұйықтықтарда бөтелкенің жоғарғы жағында бос орын бар. Бұл өндірушілердің ашкөз болғандықтан емес, және осылайша үнемдеуге тырыспайды. Шындығында сода құрамында көмір қышқыл газы бар. Ол қарапайым сұйықтықтарды көпшіліктермен толтырады. Ашылған кезде сұйықтық әрқашан сәл көтеріледі және бос орын сізді одан қорғайды. Бөтелкені ашпас бұрын жақсылап шайқаған кезде әрине бұл жеткіліксіз болады. Бала кезімізден бастап бағдаршамның 3 сигналы бар екенін білеміз. Қызыл, сары және жасыл. Бірақ неге дәл осы тәртіпте? Тарихта 3 түсті бағдаршамды қолдану 100 жылдан астам бұрын Нью-Йоркте басталған. Ескерту сигналын бейнелеу үшін қызыл түс таңдалды. Шындығында жарық толқынын неғұрлым ұзағырақ болса, соғұрлым жарық аз таралады. Ал қызыл түсте ең ұзын жарық толқыны бар. Қарапайым тілмен айтқанда, ол барлық басқа түстерге қарағанда үлкен қашықтықта жақсы көрінеді. Сондай-ақ қызыл түс дәл жоғарыда орналасқан. Өйткені жоғарыдағы нәрсе жақсы көрінеді. Атап айтқанда, бағдаршамға тыйым салу сигналы жүргізушілер үшін ең маңызды болып табылады. Сіз монеталарға арналған шошқа тәрізді шошқа банкілерін бірнеше рет көргенсіз. Не үшін шошқа? Неге басқа жануар емес? Баяғыда Англияда монеталарды сақтау үшін тас құмыралар қолданылған және олар ағылшын тілінде пик деп аталатын қызыл саздан жасалған. Есіңізде болсын, шошқа ағылшын тілінде, бұл да пик. Олар бірдей айтылады және әртүрлі жазылады. Нәтижеде уақыт өте келе шошқа банкілері негізінен шошқа түрінде жасала бастады. Планетаның қай жеріне барсаңыз да сіз дөңгелек қақпағы бар кәріз люктерін кездестіруіңіз мүмкін. Бірақ неге қақпақ 4 бұрышты немесе 3 бұрышты емес, дөңгелек? Жауап іс жүзінде қарапайым және тапқыр. Дөңгелек қақпақ ішке қарай алмайды.
Оны қалай аударсаңыз да қақпақта әрқашан екі тірек нүктесі болады. Бұл оны аударған кезде құлап кетпейді. Мысалы, төртбұрышты қақпақпен бұл орын алуы мүмкін. Кейде дөңгелек емес қақпақтар әлі де кездеседі, бірақ бұл өте сирек кездеседі. Кроссовка, туфли немесе сол секілді аяқ киімдердің бауынбайларда ұшындағы пластикалық немесе металды бөлігіне мән бермеңіз. Мүлдем пайдасыз көрінсе де, оның да өз атауы бар – эглет. Бұл деталды сонау 17 ғасырда ойлап тапқан, ал оның қызметі бауды ұштап тұру және шашыраудан сақтау. Достар, осымен видео аяғына жетті. Видео ұнаған болса, арнаға жазылып, қоңырауша түймешесін басып қойыңыз. Келесі кездескенше.